Армысыздар ардақты әділқазылар алқасы. Мен Гаппасова Диляра, жетекшім Зеева Жанат Шамшырақовна. Менің тақырыбым Шәмші Қалдаяқов. Жалпы Шәмші Қалдаяқов деген кім? Шәмші Қалдаяқов композитор, халық артисі, Қазақстанның еңбек ері, аса көрнекті сазгер, ән жанрының майталманы. Қазақстан мәдениетіне еңбегі сіңген қайраткер. Осы заманда қазақ эстрадасының негізін салушылардың бірі. Шәмші Қалдаяқовтың балалық шағы мен жастық кезі. Шәмші Қалдаяқов 1930 жылы 15 тамыз Түркістан облысы Отырар ауданы Шәуілдір ауылында дүниеге келген. Оның азан шақырылып қойған шын есімі Жәмшит. Алайда анасы оны еркелетіп Шәмші деп атап кеткен. Бұл есім кейіннен халыққа кеңінен танылды. Отбасы және балалық шағы Шәмшінің әкесі Әнапия домбыра тартатын, қолөнер шебері болған. Анасы Сақып Жамал да өнерге жақын жан еді. Отбасында осындай өнерлі ортада туып өскен Шәмшінің музыкаға деген сүйіспеншілігі ерте оятты. Шәмші бала кішкентайынан ән күйге әуес болған. Әкесі оған домбыра мен мандолина ойнауды үйреткеннен кейін осы ауылдағы той-думандарда өзінің музыкалық қабілетін шыңдайтын. Шәмші Қалдаяқовтың шығармалық жолының басталуы. Ол алғашында медициналық училищеге түсіп, дәрігер болуды мақсат етеді. Алайда оның музыкаға деген махаббаты оны басқа жолға бағыттайды. 1950 жылы Шәмші Ташкенттегі музыкалық училищеге оқуға түседі. Алайда оны аяқтамайды, Алматыға келеді. Алматыда Құрманғазы атындағы консерваторияға оқуға түседі. Алайда оған академиялық әндерден қарағанда эстрадалық әнге жақын болады. Шәмші Қалдаяқовтың жұбайы жайлы ақпарат. Шәмші Қалдаяқовтың жұбайы Жәмила Қалдаяқова. Ол Шәмшінің шығармашылық жолында әрдайым қолдау көрсетіп, сенім білдіріп қасында жүрген жан болған. Олардың махаббаты шынайы болғанмен, олардың өмірлері қиыншылыққа толы болды. Шәмші Қалдаяқовтың композиторлық жолы қиыншылыққа толы еді. Кей кездері ол танылмай дағдарысқа ұшыраған кездер де болды. Алайда Жәмила оған сеніп, әрдайым оның қасынан талып қолдау білдіре білді. Шәмші Қалдаяқовтың ана туралы әні анасымен қатар өзінің жұбайы Жәмилаға да арналған. Ол әннің әрбір тармағында әйеліне деген құрмет пен сүйіспеншілік сезіледі. Шәмші Қалдаяқовтың әндері: Ақ ерке ақ жайық, арыс жағасында сыр сұлуы, оттан мойын құмда, ырысты өлке шардара және тағы басқалары. Қалдаяқов ұлттық музыка өнерінің ән жанрына аса айқын соңғы леп ала келген сазгер ретінде көрінді. Оның әндері құлаққа жағымды, жүрекке жылы сезілді. Композитордың шығармашылық тақырыбының мазмұны өте кең болды. Ол кісінің басты тақырыптары елге, отанға, ата-анаға, дос-жаранға, туған-туысқа және жан-жанына арналды. Оның азаматтық лирикаға тұңға республикалық кең байтақ жырын жырға қосатын. Және де ол кісінің мұраларына келіп тоқталатын болсақ, ең кеңінен таралған ол кісінің ең басты мұрасының бірі Қазақстан Республикасының әнұраны болып табылады. Ол кісі Қазақстан Республикасының әнұранының сөзін жазған. Ол қазіргі кездегі ең пайдалы мұра болып табылады. Және де осы ол кісінің әндері қазіргі әншілердің репертуарында қолданылады. Мен сөздерімді қорытындылай келе, Шәмші Қалдаяқов тек өз заманында ғана емес, бүкіл қазақ халқының рухани қазынасы болып табылатын тұлға.